Барлықтарыңызға сәлем. Сіздермен бүгін бауырсақ пісіреміз. Бізге ол үшін 500 мл су керек, жылы су. Және 4 ас қасық қаймақ саламыз. Және 40 мл сұйық май саламыз. Қамырымыз жұмсақ болу үшін. Және 3 шай қасық тұз саламыз. 8 ас қасық шекер саламыз. Үш ас қасық дрожж саламыз. Жақсылап барлығын араластырамыз. Енді 15 минутқа жылы жерге бетін жауып қойып қоямыз. Ашытқымыз көтерілгенше. Міне біздің ашытқымыз 15 минутта көтерілді. Үстіне шықты осылай. Енді аз-аздан ұнымызды салып отырамыз. Мен осылай қасықтың көмегімен саламын. Осылай қасықтың көмегімен араластырып, қою қамыр болғанша осылай аз-аздан салып араластырамыз. Мінекей осындай қою қамыр болды. Енді ары қарай қолдың көмегімен осылай жаймен қатты баспай тақтайшаға қойып илеп аламыз. Міне осындай жұмсақ қамыр шықты менде. Қолға жабыспайтын қамыр шықты. Енді осы қамырды жылы жерге бетін жауып 1 сағатқа қойып қоямыз. Менің лайфхагым, қайнап тұрған чайникті осылай үстіне қоямыз. Сонда жып-жылы болып тұрады. Мінекей біздің қамырымыз осылай көтерілді. Жұмсақ, пышный болып көрініп тұрған шығар видеодан. Үстіне сұйық майымызды жағып, қолымызға жабыспас үшін тақтайшаға қойып аламыз. Енді осы қамырымызды екіге бөлеміз. Бір бөлігін қазір жайып, екінші бөлігін бетін жауып қойып қоямыз, кеуіп қалмас үшін. Ешқандай ұн қоспай, тек осы сұйық майдың көмегімен жағып, жайып аламыз, жұқа қылып. Әркім өз қалауынша бауырсақты бөліп шығады, бірақ мен өзім осындай домалақ бауырсақтарды жақсы көрем, кішкентай. Сол үшін осындай бокал алып, домалатып шықтым барлығын. Сіздер ромбик қылып та пісірсеңіздер болады. Міне осылай тізіп қоямыз да, бетін жауып қоямыз, кеуіп қалмас үшін кішкене көтерілсін деп. Мына қамырларды да қайтадан жинап, оны да жаятын боламыз. Міне біздің бауырсақтарымыз тұрып болды. Енді қызып тұрған майға қуырып аламыз қызарғанша.
Міне осылай пышный, тым жақсы бауырсақтарымыз пісті. Қазір көрсетейін сіздерге қалай бөлініп іші қалай екенін. Міне осылай бөлген кезде міне жұп-жұмсақ пышный бауырсақ міне. Жасап көрсеңіздер болады. Менің балаларым осындай кішкентай бауырсақтарды жақсы көреді, ыңғайлы жеуге. Сіздер өз қалауларыңызша пісірсеңіздер болады. Лайк қойып, подписаться етуді ұмытпаймыз. Ақша таратамын.